Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендер. Бүгін өте ерекше рулет дайындадым. Бірінші рет жасағаннан-ақ сондай ерекше болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Толық рецепт астына қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқаларымызды дәл осылай ақуызынан бөліп алатын боламыз. Ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Ақуызды бөліп алған ыдысымыз өте құрғақ және бір тамшы судай болмауы керек, өте жақсы құрғатылған болуы керек. Себебі бізде араластырған кезде пенка шықпай қалады. Сол себептен де құрғақ болсын. Осылай 4 жұмыртқамды екіге осылай бөліп аламын. Одан кейін қантымызды салып, жаймен осылай араластырып бастаймыз. Пенкамыз дайын болғанға дейін әппақ болып, ыдысымыз төңкергенде ағып кетпейтіндей, төгіліп қалмайтындай болғанға дейін жақсылап дәл осылай араластырып пенка дайындап алатын боламыз. Осымен пенкамыз дайын. Енді жұмыртқамыздың 4 жұмыртқамызға қантымызды, сұйық майымызды, сүтімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, жарты бөліктен бірнеше бөліктерге бөліп отырып салатын боламыз. Ұн мен қопсықышты бірге араластырып салдым. Енді дайын болған массамыздың үстіне пенкамызды салып, жақсылап қасықтың көмегімен немесе лопатканың көмегімен жоғарыдан астыға қарай араластырамыз. Қатты араластыруға болмайды. Тек астынан үстіне қарай жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз осымен дайын. Енді перманент қағазын төсеп, жақсылап осылай орналастырып алатын боламыз. градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мен бала-шағамен жүріп дәл осылай салып, одан кейін ұмытып бір жағын күйдіріп алдым. Дәл осы қателікті сіздер қайталамаңыздар. Беті жақсы пісті, бірақ астын кішкене күйдіріп алдым. Енді рулетімізді таза орамалға дәл осылай ыстық күйінде жылыдай орап алатын боламыз. Себебі бөлініп қалмау үшін, рулетіміз сынып қалмау үшін дәл осылай орап аламыз. Осылай жақсылап орап қойыңыздар. 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минуттан кейін рулетімізді ашып, ішіне кез келген нәрсені салсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша жем салсаңыздар болады, өз қалауларыңызбен. Менде малинаның вареныйсын салдым. Өте күшті болып шығады олайда. Енді рулетімізді асықпай, ақырындап осылай орап шығамыз. Бетін қалаған қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен бетіне шоколадты сеуіп шықтым. Өте дәмді болып шықты, ерекше жұп-жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан-ақ ерекше болып шығатын рулеттің рецептісі. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен дәл осындай
өзім жасап көрген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.